Абай өлеңдері Шығыс Қазақстан мен Еуропада қатар жырланды. Өскеменде Абай әлемі атты халықаралық студенттер фестивалі өтті. Карантиндік талаптарға орай шараның басым бөлігі онлайн режимде ұйымдастырылды. Жергілікті жастармен қатар ұлы ойшылдың өлеңдері мен қара сөздерін Польша, Венгрия университетінің студенттері қатар оқыды. Ақын шығармаларын ұлықтаған бұндай бас қосуды өткізуге Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің Абай орталығы мұрындық болған. Дәл осындай орталық Польшаның Свечи қаласында да жұмыс істеп тұр. Ол жерде Абай Құнанбаевтың ескерткіші де бар. Бұл екі ел арасындағы рухани мәдени достастықтың жемісі дейді кездесуге келгендер. Абай тек қазақ поэзиясының дара тұлғасы емес. Мен өзімде ақын шығармаларымен жақын таныспын. Польшада Абайға арналған ескерткіш қойылып орталық ашылғанына ерекше қуандым. Сондықтан Еуропа елдерінде ұлы ғұламаның есімі одан әрі таныла түседі деп сенемін. Қазақстандық студенттер өзара академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша алмасып отырмыз. Және де осы Польшаның Пшасенш қаласындағы Абай орталығында поляк студенттері Абай атамыздың қара сөздерін, өлеңдерін жатқа оқып отыр. Бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты осы рухани байланысты күшейту.